Санитарлық айлық аясында бүгін Зачаган кентінде тал терек отырғызу акциясы ұйымдастырылды. Көшеттер бірнеше көше бойына егілді. Осылайша бір күн ішінде барлығы 620 түп ағаш отырғызылды. Мөңкелі және Бірлік көшелеріне көшеттер алдын ала дайындалып қойған орындарға егілді. Акцияға қатысуға ниет білдірген тұрғындарға қажетті құралдар мен қолғап үлестірілді. Бір күннің ішінде Зашағанда емен, терек, тал, үйеңкі және басқа да көшет түрлері бой көтерді. Биыл облыс орталығында жасыл желек отырғызу бойынша ауқымды жұмыс жоспарланған еді. Соның барысында 50 мыңнан астам тал терек өңірдің жасыл желек қорын толықтырмақ. Абаттандыру ережесіне сәйкес, кепілдік міндеттемелерге сәйкес бір кесілген ағаштың орнына 10 ағаш міндеттеме кепілдемелеріне сәйкес отырғызып жатыр. Сәйкесінше осы жерде отырғызылып жатырған 400 түп ағаш меншік иесіне қарамастан мекемелер кепілдеме міндеттемесін орындап жатыр. Сәйкесінше осы жылға арналған жоспар бойынша қаланың көше жол желісінде, тыныбақтарында, саябақтарында 50 мыңға жуық ағаш көшеттері отырғызамыз деген жоспарда бар. Сегодня вот мы пришли. Бүгін біз ұжым болып сенбілікке шықтық. Ардагерлеріміз бар, балаларымызды ертіп келдік. Сүйікті қаламыздың тазалығына біз бей-жай қарай алмаймыз. Жасыл желек қаланың көркі, жанның дауасы. Сондықтан біз бұл акцияға белсене қатысып жатырмыз.